ес біліп тайға мініп тепеңдеп жүрген шағым болатын. Ел колхозға ұйымдаса бастады. Егін-тегіні жұтаң арқаның қазағы бар малын тышқақ лағына дейін ортаға салып, өзі сауынсыз, сойыссыз қалды. Ортадағы дүниеге кімнің жаны ашысын? Айдап салдан аз өлді, көре салдан көп өлді. Ту-туден түк қалған жоқ демекші. Бір жағынан ұрлап жырлаудан колхоз малы бірнеше айдың ішінде сап болды да, жағалай ашаршылық басталды. Таң атса, далаға бидайдың масағын теруге барамыз. Қартаң құлақ алғы, ат құлақ сияқты жабайы өсімдіктерді жинап, үйге келеміз. Тұзға малып ауызға саламыз. Бұл кәсіп те көпке барған жоқ. Масақта, шайнауға болатын өсімдік те тапшы. Анда-санда қолға түсіп қалатын суыр, тышқан сияқты жануарлар да таптырмауға айналды. Шөп жеуге жаратылмаған адам баласы ісіп кеуіп өле бастайды екен. Әкеміз еті тірі азамат еді. Бір түнде колхоздан үркек қара түйе ұрлап әкелді. Енді қайтсын, қарап жатып өлмек пе? Колхозға берген біздің де үлесіміз бар емес пе? Содан көп кешікпей бар бұйымымызды түйеге арттық та ертемен жолға шықтық. Бетіміз Бетпақдаланың даласы. Одан әрі оңтүстік. Ертеңіне тал түсте Сарысуға іліктік. Көлік шалдыру керек, сусындау керек. Жолға алып шыққан азын-аулақ талқанымыз бар. Келе ет-беттей жатып, ағын суға бас қойдық. Әр қайсысымыз бір-бір уыс талқан шайнап, сумен ары итеріп, талшықтап алдық. Бір мезетте қамыс ішінен әруақтай жүдеу кемпір шыға келді. Қарақтарым, есіркей көріңдер, деп алақанын жаяды. Уысына салынған талқанды суға қарамай талмап, асығыс жұтамын деп қақалып, шиқылдап та қалды. Желкеге соғып, су жұтқызып тірілтіп алдық. Сәлден соң әлгі тілге келді. Жөнімізді сұрады. Телғозин шоңның ауылынан Қарағаштан келеміз дегенді естісімен жанары жайнап сала берді. Алда сабазай, елге бас болған азамат еді. Тұқымынан кім қалды? Үлкен ұлы Ахметжанды білетін шығарсыз. Оны халықты сорған феодалсың деп атып тастады. Кіші ұлы Мұхамеджан большевиктерді жандап, әзірге аман жүр. Ахметжаннан қалған тұяқ қалым деген баласы сонау Қызылжарға детдомға беріліп кетті. Кемпір қозғалақтап орнынан тұра беріп еді, қайтадан құлап қалды. Анау қамыстың ішінде келінім жатыр. Оны осында әкеліп, тым болмаса бір уыс талқан беріңдер дегенге тілі келді де кемпір қисайып үзіліп кетті. Әкем бас салып шешеме ұрысты. Алғашқы жұтқан талқаннан кейінгі 2 уыс талқанды бермеу керек еді. Түйір-түйір кебір ас өзегіне түскен соң өзі әпентігі жетіп тұрған жан үзіліп кетті ғой. Келінінің кірпігі ғана қимылдап жатыр екен. Талқанды суға шылап, сұйық қана бір тостаған атала ішкіздік. Аты Қарашаш. Қасы көзі қиылған бір суреттерсің. Осынша жүдеу қалпының өзінен арудың қаса сұлулығы байқалып тұр. Кемпірді жерлеп, күн бата тағы да жолға шықтық. Күндіз көп жүруге болмайды. Әлде бір белсенділер көріп қалса, колхоздан қашып бара жатқан кімсіңдер деп, бізді де мәз қылмайды. Қарашаш түйенің үстінде. Біз бәріміз жаяумыз. Қарашаштың айтуынша, бұлар 12 адам бір үйлі жан екен. Әуелгі аштық басталғанда, бас аяғы 15-20 күн ішінде үйдің 4 бірдей азаматы өлген. Аштыққа еркектен гөрі әйел заты шыдамды болады екен. Бала шағада шетінен қылжиып, ақыр аяғында осы Қарашаш пен әжей ғана қалған екен. Таң ата біз ауылға жеттік. Жұрттың өлгені өліп, өлмегені босып кеткен. Тарақты деген ел боламыз, деп бастады Қарашаш әңгімесін. Жаздың күні колхоз малы семірген шақта бастық аудан орталығынан жарлық алып келді. Бар малды сойып, Заготскотке өткізесің, депті. Онда 1-2 айғыр мен 10 шақты байталды өзімізге қалдырды да,
содан өңгесін сойып, колхоз ұсақ малды да шетінен қырып, тау-тау қылып үйді. Аудан алыс, олар етті түйемен тасып тауыса алмады. Көп кешікпей әлгі саси бастады. Аш жұртқа бөліп, үлестіруге бастық ауданнан қорықты. Ақырында колхоз орталығында көшпелі сот құрамы келіп, вредительсіңдер деп бастық пен шатауатты, перме меңгерушісі мен 2 малшыны өкім шығарып аттырды. Сасыған етті жұрттың тамағына да жаратпай, тез көміп тастады. Ойраншылар кеткен соң, көмілген өлікседен қазып алып, тойғанымызша жеп, біраз уақыт күн көрдік. Енді не қыларын жұрт білмеді. Аш адамда ақыл да болмайды екен. Тарақтылардың бұл ауылындағы аман қалғандар бізбен еріп, оңтүстікке қозғалды. 10 шақты күн жол жүріп, біз Қаратаудан да астық. Егіні бар, жеміс-жидегі мол арыс бадам бойын жайлаған үйсін Дулат елінің берекелі қойнына келіп кірдік. Жұт жеті ағайынды деген сөз тап рас қой тегі. Арқада малмен күн көрсе, оңтүстіктің қазақтары негізінде егінмен күн көреді екен. Колхоздастырудың ашаршылығы арқада малсыздықтан болса, тап сол жылдары қас қылғандай Шымкент, Жамбыл, Қызылорда облыстарында қуаңшылық болып, егін бітпей, жер-жерде бұл жақта да ашаршылық болыпты. Бұрынғы бадам болысы 6-шы ауылға келіп кіргенбіз. Бұлар сол кезде бостандық колхозы болып ұйымдасқан екен. Ашаршылықтың салдарынан колхозшылар ыдырап кеткен. Қалған жұрт улы, кекесінді өлең шығарыпты. Колхозымыз бостандық, боса-боса бос қалдық деп. Мен ашына түңіліп, болашақ ұрпаққа тағдыр мұндай теперішті көрсетпесін деп отырмын. Жаратылысында мейірман қазақ сол ашаршылық жылдарында адам етін жеуге де барды. Жоғарыдағы аталған ауылда Омар деген шал 2 немересінің біреуін сойып, өзі жеген. Келіні өтеғыз аман қалған бір ұлын алып, содан қалаға қашып барып, құсханаға ішек қарын тазалаушы болып орналасып, ұлын да өзін де аман сақтады. Көп замандар бойы қала ауылды шын мағынасында қанап келді. Сондықтан ғой, сол ашаршылықта қала халқы ашыққан жоқ. Үкімет там-тұмдап болса да, оларға тамақ беріп отырды. Кешегі соғыс жылдарында да қала ашыққан жоқ. Ауыл қай кезде де мейлінше аш құрсақ болды. Сөйте тұра, майданды аспен де, киіммен де қамтамасыз етті. Міне, көз көріп, көңіліме түйген жайттер осылар еді.